махаббат туралы әзіл айтайын деп отқанымды. Мен түсінемін, менің түрім махаббат туралы әңгіме айтатын түр емес негізі. Жостко тұр ғой бұл деген. Бұны білемін мен, түнгі сағат 11-де қылмыспен жаза деген бағдарлама жүргізетін тұр бұл. Әрі кеткенде. Ауа райына да жарамады ғой, бұны апарып көрдім ғой мен. Бірақ айту керек, сезім бар екен менде. Бірақ өзіме осыдан бір 10 жыл бұрын ба уәде бергем, мен ешқашан махаббат деген сөзді аузымнан шығармаймын деп. Себебі бар оның, айтайын. Ең алғаш келіншегіміз екеуміз үйленген жылдары, Нұргүл әйелім ғой, екеуміз үйленген жылдары не болса соны сұрай беретін. Енді қызық қой, жаңа түсіп жатқан келіншек, өзі сыпайы, үйдің адамдарына жақсы көріну үшін бір әзіл айтсаң, дейтін кездер ғой. Қазір ғой, маска шешілгеннен кейін бірдеңе айтсаң, деп кетіп қала беретін бірден. Сол кезде менен сұрады, Қанат, Жан, маған алғашқы махаббатым туралы айтып берші деп. Сосын мен айттым, Қанат, Нұргүл, менде алғашқы махаббат деген болған емес ешқашан. Бірінші рет прикинь, сені көріп тұрмын мен, сен деп ше. Ой, Жан, айтшы, не может быть, бүкіл еркектердің барлығының алғашқы бала махаббаты болады ғой, айтшы деп қоймағасын бәрін айтып берген ғой мен. Көрші Жадыра деген қызбен жүрдім, 5 жыл жүрдім онымен. Ол мені сүйді, мен оны сүйдім. Ол мені әлі күтіп жүр, мен де күтіп жүрмін деп бәрін айтып бергенмін ғой. Содан семья құрып кете жаздады да қоя қой дедім құрсын. Қазір бірдеңе десең Жадыра дейді, үнің өшетте қалады, болды әйтеуір. Енді ғалымдар зерттеу жұмыстарын жүргізген екен, жаңағы Америка жақта ма, Европа білмеймін. Сауалнама жүргізіпті студенттердің арасында. Сен махаббатты қалай түсінесің деп. Сөйтсе 97% ол қыз бен жігіттің арасындағы сезім деп жауап беріпті. Енді ол қыз бен жігіттің арасындағы ол сезім, ол махаббат. Дұрыс қой, түсінеміз енді махаббат. Бірақ енді ол қыз бен жігітке келіп тіреп қоймау керек қой махаббатты. Махаббаттың түр-түрі көп. Мысалға, отанға деген махаббат, туған жерге, ағайын туған туысқа, бауырыңа, жалпы қоғамға деген махаббат. Өзің тіпті машинаңа да, үйіңе де болады ғой адам махаббаты. Мысалы, мен Нұргүлді айтайын сіздерге. Менің банкомат карточкаме деген махаббат ерекше.